Аллаға шүкір, Москваға жеттім. Poyez жақсы, ұнады, нормально. Poyezбен де келуге болады екен. Москваға Саратов арқылы келдім пойызбен. Билет бағасы 2100 рубль, теңгемен 11000 теңгенің шамасында. Кеште мініп, таңда түсетін пойызға алдым. Әдейі. Пойыз туралы айта кетсем, шағын, плацкарт болса да душы бар екен. Именно. Сумен как положено. Да, сабын бар. Аманан өзі су алған. Осы жататын жерлердің барлығында бар. Екінші жақта дәл сондай туалет. Тек мұнда өтені памперсін ауыстыратын сондай ғып жасап тұрған. Есіктер осылай кнопкамен ашылады. Ал таңертең Москвада болдым. Павелецкий деген ЖД вокзалдан түстім. Енді осы жерден метроға отырып, саяхатымызды жалғастырамыз. Оралдан Саратовқа жетіп алдым автобуспен. Саратовтан Москваға дейін пойызбен келдім. Менің маршрутым осылай болды. Егер сіздерге барлығы ұнап жатырса, лайк басып, комментарий жазып, біздің каналға тіркеле кетіңіздер. Ары қарай барлығы қызықты болады. Ең бірінші орталыққа жетіп алуды ойластырдым. Ең тиімді транспорт түрі метро, ал арзан билет единый деген түрі. Ең жақсысы, ең бүгін егер көп жүретін болсаңыз, единый деген билет алған жақсы болады. Безлимит 285 рубль тұрады. Қанша жүрсеңіз де, қанша қалағаныңызша жүресіз, рахат. 24 сағаттан кейін, егер бүгін 12-де алсаңыз, келесі күні 12-де лақтырып тастайсыз. Кері қайтару деген жоқ. Егер метромен жүретін болсаңыздар, сол билетті алуға кеңес беремін. Я, осы түрі өте тиімді. Осы картаны алдым да бастым орталыққа. Қызыл алаң қайдасың деп. Москва метросы әлем бойынша үлкендердің қатарында. Бұл метро туралы алдағы уақытта бөлек видео жасаймын бұйырса. Сондықтан барлық видеоларды жіберіп алмас үшін біздің каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Ресейге келуімнің бірден бір себебі ол қызыл алаң. Соны көргім келді. Сондықтан мен осы қызыл алаңға бара жаттым. Кішкентай кезімде көп үлкендер айтатын еді. Бізді сыныбымызбен Москваға апарды деп. Сол әңгімелердің барлығын естіп, жаман қызығатын едім кішкентайымда. Бұйырса Москваға барамын деп айтатын едім. Міне бүгін сол күнге де келіп жеттім. Орталықтағы станцияға келіп, қызыл алаңға келдім. Келсем қызыл алаңды 9 майға парадқа дайындық деп жауып тастаған екен. Площадь өкінішке орай жабық екен, қызыл алаң жабық. 9 майға парадқа байланысты жауып қойған екен. Жаңа офицерлерді сұрадым. Солардың айтуы бойынша 10-на дейін жабық. Ешкім өте алмайды, дайындық болып жатыр дейді. Но бірақ осылай жақындап келіп, осылай решеткалардан жақындап, осылай қарауға болады. Қазір гумның ішінен өтем, сосын ар жағынан барып қараймын. Барымша жақын барып фотоға, видеоға түсіп, ары қарай кеттім. Ары қарай дегенде қатты ары қарай емес. Осы айналада үлкен сауда үйі бар. Гум, ішінде бәрі бар. Осыған дейін видеоларда айтқан едім ғой, орыстар скульптура жасауды, бірдеңе жасауды қолдан қатырады деп. Мынаны қараңыздар. Қалай қатырып қойған? Велосипед. Гүл. Бұл тек қана біреу емес, осының бойында барлығында почти осылай тұр. Осы торговый домның ішінде жүріп, ойлаймын да,
санкцияға қарап жатырған орыстар жоқ. Мұнда бүкіл брендтердің неше түрлісі бар. Gucci'ден бастап, Gant, бәрі бар. Бүкіл брендтердің барлығы бар. Баш айтқанда, орыстар санкция не слышал деп тұр ғой. Я, қызық жағдай негізі. Жарайды, бос тұрғанша осылай тұрғаны жақсы ғой. Осы ГУМның ішіндегі бірінші қабаттың бір бойын Динамо футбол клубына арнап тастаған екен. Или Динамо клубы сатып алған реклама үшін, әлде осы ГУМ басшысы Динамоның фанаты. Басқа уақытта сіздер келсеңіз, әлде келгенде басқаша болып тұрса, осы видео астына комментарийға жазыңыз. Қараңыздар, қандай қызықтау болдың. Бұл Лев Яшиннің машинасы. Оған сыйлыққа подарок еткен екен. 89 жылы 10 тамыз күні сыйлыққа берген екен. Мықты экспонат болып тұр. Яшиннің машинасы. Лев Яшин деген атақты қақпашы, білмейтіндеріңіз болса, Динамода ойнаған болып тұр ғой. Динамоның логотиптері толып тұр. Машина прям шыттай. Советский мороженеді да сатып алдым. Бағасы 100 рубль, 550 теңге. ГУМ ішінде көп жүрдім бе, білмеймін, жолдан шаршадым ба, әйтеуір сумкадан құтылғым келді. Яғни жататын жерді іздеуге кірістім. Қазақстанда жүргенде букингпен қарайын ба дегем, оказывается, букинг жасамайды екен Ресейде. Тугис аман болсын, сол арқылы орталықтан жақсы деген хостелдерді қарап қойдым. Сол тугиспен тез тауып келдім. Жолда осындай турларға шақырушыларды көп кездестірдім. Вильмовская Поклонная гора. Москва-Сити будет обязательно. Белый дом, Новый Арбат. Осындай турларға шақырады. Менің ойымша, ондай турлармен бармаған жақсы. 1200 рубль сұрайды кісі басына. Және мынандай автобуспен жүресіздер, 2 сағат дейді. 2 сағаттың ішінде тарсылдатып, тарс етіп, сіздерді экскурсия жасап шығарады. Білмеймін, қанша объектіге апаратын, әйтеуір ана книжкаларын ішін ашып көрсеткенде толып тұр ішінде деген. Оларға 1200 рубль төлегенше, сіз өзіңіз қалағанша қай жерге барғаныңызды өзіңіз білесіз, например. Солай өзіңіз жүрген жақсы негізі. Өзім жеке ойым, егер сіз қаласаңыздар, сондай турмен аралап тастасаңыз болады. Бірақ менің жеке өз ойым олай қымбат бір жағынан, екінші жағынан тез 2 сағаттың ішінде тарс етіп, солардың айтқанымен, солардың көрсеткен жерінен Москваны қарап шығасыз. Сол жағынан маған ыңғайсыз, маған олай қолайсыз. Маған осылай өзім жүріп, өзім қалағанымша жүріп, қалағанымша қарап, өзімен өзім емін еркін жүрген ұнайды. Сіздерге қалай? Егер сіздерге басқаша болса, осы видеоның төмен жағына комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Тугис пен Крыша деген хостел тауып алдым. Қазір ішіне кіріп көреміз. Қаншалықты таза екен, қаншалықты жақсы екен. Добрый день. Здравствуйте. Мне нужен один номер на один день. Сколько у вас стоит? На сегодня можно предложить 7-местный и 4-местный. 7-местный 850, 4-местный 1050. Хостел аты Крыша, келіп жатсаңыздар. Ең бірінші қараған хостелім, сондықтан көп жүрмегенім өте жақсы болып кетті маған. Так, мен хостелге орналастым. Қасында бір чели итіш жатыр. Тағы да бір кісі бар дейді, оны көрген жоқпын. Үшеуміз осы комнатада боламыз. 750 біздің теңгемен шаққанда, где-то 3000 теңгенің айналасында. Осындай тап-таза душымен, туалетімен, еще өзінің кухнясымен барып шай ішуге болады. Менің ойымша жақсы нысан. Осы хостел ішінде, яғни бірінші қабатында жақсы бір кофейні бар екен.
Осы орналасқан хостелдің ішінде кофейня бар, оның аты Пределах. Егер сіздер осы хостелға келсеңіздер, осы жерден кофе заказ берсеңіздер болады. Дәмін қазір татып көремін, содан соң сіздерге айтатын боламын. Жаңа тек дәмін татып қарадым. Капучино деген прям мықты. Егер осындай келіп атсаңыздар, капучино беріңіздер заказ. Барлық кофелерде осындай дәмді деп ойлаймын. Және де егер Қара Сумка YouTube каналының атынан келсеңіздер, сіздерге 10% скидка. Мына жерде картасы бар, қалай келуге болады. Как приехать, как доехать. Барлығы жазылған, өте ыңғайлы, өте қолайлы. Хостелден жатып шықтыңыз, келдіңіз, кофе ішіп алдыңыз, и саяхатыңызды ары қарай жалғастыра бересіз. Хостелден шықтымда ең жақыны Третьяков галереясы болатын, сондықтан соған бастым. Осы галерея ішінде көптеген шедевр суреттер бар деп еді. Ол шедеврларды көру бермапты, ремонтқа жабылған екен. Третьяковский галереясына кірем бе деп едім. Бұл жақта реконструкция ма, ремонт па бірдеңе болып жатыр. Осындай заборлардың барлығын қоршап тастаған. Сыртынан қарасаң әп-әдемі, күшті. Ішінен өте әдемі, одан да әдемі деп естідім. Енді сіздердің жолдарыңыз түсіп жатса, міндетті түрде кіріп шықсаңыздар болады. Билет құны 500-600 рубль, соның айналасында. Мына менің артымдағы зданияларға қарап, өзіңді Голландияда жүрмін деп есептеуге болады. Өте әдемі. Тек қана үшеуі ғой көрініп тұрған. Осы өзеннің айналасында неше түрлісі бар. Сарысы, қызыл, жасыл, қара, ақ, неше түрлісі бар. Өте әдемі орналасқан. Мықты. Москвада погода қатты өзгеріп тұрады деп еді. Шынымен екен, таңертең мен пойыздан түсіп, бүйтіп орналасып болғанша жаңбыр жауып, кішкене бұлт болып, қатты жаңбыр болған жоқ, кішкене сіркіреп тұрды да. Ал енді қазір уже күн деген күн шығып, күн күшті болып тұр. Жып-жылы. Алдағы күндердің барлығында да осылай жылы болады деп ойлаймын. Ал бұл Петр біріншіге арналған ең үлкен ескерткіш. Мына менің артымдағы Петр біріншінің құрметіне арналып жасалған ең үлкен скульптура. Оған баратын мостқа ремонт болып жатыр екен, дәл қасына барымын. Тек осылай жақындап қарауға болады. Мен осыған дейін айтып едім, скульптура жасау жағынан, бірдеңе жасау жағынан орыстарға жететін жоқ деп. Мынау енді потолок. Бұның аты Глина номер 4. Негізінен аты солай. Бірақ халық арасында оның аты қалай айтсам болады. Даже аузым бармай тұр айтуға. Оның аты какашка. Я, халық арасында какашка деп атап кеткен екен. Шығарады, жасайды дегенге мүсіншілер ерсіп кеткен екен. Біз ладно, көрдік, келдік, кеттік. Өз халқына ұнаса болды. Москва қаласы өте үлкен. Қаланы Москва деген өзен қиып жатыр екен. Сондықтан айнала толған мост. Осы Москва өзенінде мыңдаған мост бар шығар. Кейбіреулерінден машина өтеді, кейбіреулерінен машина өтпейді. Мысалы үшін мынау тек қана адамдарға арналған. Осындай мыңдаған мост бар. Мосттарды ұнататын адамдарға нағыз келетін жер екен. Я, мосттардың түр-түрі бар. Адам жүретін, машинаға арналған, және де осындай ерекше терегі бар мосттар да бар екен. Мынаны қараңыздар. Қаншама кілт толтырып тастаған. Арнайы стойка жасап, терек сияқты жасап қойған. Мен Зарядье деген паркке келдім.
осы паркке келуге кеңес берем. Неге десеңіздер, бұл парктың ішінде ерекше смотровая бар. Оның ерекшелігін қазір соның үстіне барып сіздерге көрсетіп айтып беретін боламын. Осы мост су үстінде тұр десе де болады. Жағалауда екі тіреуі ғана ұстап тұр. Осысымен ерекше бұл жер. Адамдар көп келеді екен осында. Осы смотровая осы тіреумен және біздің астымыздағы екі тіреумен ғана тұр. Сосын мына жақтан жерге тығып жіберген. Ол жақтан да ұстап тұрған болды. Осы жерден басып қалсаңыздар, прям суға түсіп кетуге болады. Міне өзен. Соның ортасына дейін тұр. Қызықты. Сонымен қатар бұл қызыл алаң дәл қасында, сондықтан бұл паркке де келіп, осы смотроваяға мініп қарасаңыздар болады. Москваның ортасында қазақтың ең белгілі адамына арналған ескерткіш бар. Ол кім деп ойлайсыздар? Назарбаев, Тоқаев, жоқ. Ол Абай Құнанбайұлы. Чистые пруды деген жерге келіп, Абай ескерткішін көріп кетуге болады. Метромен келдім бұл жерге, станциядан шыққан бойда шағын парк, соның ішінде ескерткіш. Мен дәл қазір Чистые пруды деп аталатын районға келдім. Бұл жерге келу себебім менің артындағы ескерткіш. Бұл біздің атақты Абай Құнанбайұлына арналған ескерткіш. Москвада ең үлкен парк қандай десе, барлығы сразу сізге ВДНХ дейді. Бұл парк қана емес, бұл үлкен комплекс, ішінде бәрі бар. Осыдан 3 жыл бұрын ба Оралдан көріп едім осындайды. Бұл Москвадағы ең үлкен парктың бірі ВДНХ. Бұл жерде баратын жерлер өте көп. Қазір ішіне кіріп, барлығын сіздерге рет-ретімен көрсететін боламын. Ең бірінші көзге түскені осы үлкен аркасы және неше түрлі фонтандар. 54 жылы осындай болған екен. Орта жағына кішкене жүргеннен соң осындай ұлттар үйін көруге болады. Армян, грузин, өзбек, украин бәрі осында. Қаз қатар екі линияда толып самсап тұр. Қазақстандық үйде бар екен. Мұнда ВДНХ-да бір қызықты жайт байқап қалдым. Шеттерінде кілең ұлттардың бір үйлері сияқты тұр. Ана жақтан армянды көрдім, өзбекский көрдім. Қазір міне Қазақстандықын көрдім. Есігі ашық тұр, адамдар кіріп шығып жатыр. Қазір барып ішіне біздер де кіріп қарайық. Ішіне кіріп қарадым. Бірінші қабатта шағын столовый және шағын музей бар екен. Қазақ товарлары сатылатын дүкені де бар ішінде. Қазақтар сауда жасап тұр. Сіздер прям неден келдіңіздер? Қазақстаннан келдіңіздер, да? Ол просто осы жақтан, да? Мықты, күшті. Саудаларыңыз жүрсін. Қазір консерві қараймыз. Кублей. Прайс. Так, 500 рубль. Теңгемен. 2,5 жарымда. Ал екінші қабатта қазақ рестораны бар екен. Сыртында бауырсақты салып, жақсы жарнама жасап қойған екен. Москвалық бауырсақ қалай екен, қалай болады екен деп бауырсақ сұрадым. Осы ресторанда екі қырғыз қызы және тәжік жігіті жұмыс жасайды екен. Бауырсақ піскенше қырғыз бауырластарыммен Москва туралы, жалпы өмірлер туралы сұрадым. Мына қарындасым 3 жыл жүрген екен осы Москвада. 10 күннен соң Қырғызстаныма кетемін деп әңгімені жіберді. 10 минуттан соң бауырсақ та дайын болды. Қаймақпен бірге әкеліп берді.
дәмді болды. Қазақ ресторанының ішінде бауырсақ жейміз қазір. Кім ойлағанда Москваға келіп, өзіміздің қазақтың бауырсағын жейміз. Еще сметана өр, қыздар деген. Сметанамен жейміз қазір. Вкус деген бөлек қой. Үйді сағынған Москвада жүрген қазақтар осында келіп бауырсақ жеп кетіңіздер. Осы екі қырғыз қыздарына үлкен рахмет, әсіресе осы қарындасыма. Тек қана тегін бауырсақ беріп қана қоймай, ашық жарқын әңгіме айтып, ақ жол деп шығарып салды. Тағы бірдеңе керек пе, бірдеңе ішесіз бе, чай, кофе деп, өзім төлеймін, өзім жауап беремін деп, шын ниетімен өзінің ниетін білдірді. Қатты риза болдым. Қазақ қырғыз бір туған. Өзге жақта жүрсе де қырғыз қарындасымыз солай қазақ бауырын бауырсақпен угостить етіп жатыр. Өте мықты. Құттай мелочь, конечно, бірақ все равно андай жақсы да, приятно да, күшті да. Бауырсаққа тойып алып, ВДНХ-ны аралауды жалғастырдым. Сіз дельфин көрдіңіз бе? Егер сізге су асты әлемі қызық болса, осы Москвариумға барыңыз. Көп есіктерде осындай екен. Қолмен итерме дейді. Тек но былай қарай айналады. А жоқ, міне. Жүрсең, өзі айналады. Қолмен итерме өзім айналады. Вау! Мықты. 1100 рубль тұрады. Біздің теңгеге айналдырғанда 5500 теңгедей. Егер дельфин қарайым десеңіздер, келіп қарауға болады. Москвариумнан шықтым. Егер сіздерге сондай балықтар, дельфиндер көргіңіз келсе, осында келіп қарасаңыздар болады. ВДНХ мен Останкино бір-біріне жақын екен. Осы жаққа келгенде екеуін бірге қараймын деп келген болатынмын. Сол Останкиноға бет алдым. Басында айтқандай ВДНХ деген парк қана емес деген болатынмын. Парктен басқасын барлығын көрсеттім ол. Енді паркіне келсек. Құстардың дауысы сіздерге естіліп жатыр ма, естілмей жатыр ма білмеймін. Мына жер прям күшті жер екен. Жаныңды тыныштандыратын сондай жер екен. Келесінде отырдың, демалдың. Мықты. Құстар прям шиқылдап жатыр. Бұл жердің нақты қай жерде орналасқанын дәл айта алмаймын сіздерге. Бірақ примерно ВДНХ паркі мен Останкино ортасы. Шулы қалада осындай жерлер нағыз керектің өзі. Жаймен жүріп Останкиноға да келдім. Москваға келіп, келесі баруға болатын жер ол Останкино. Кешкісін келсеңіз, светі жанып, өте әп-әдемі болып тұрады. Сондықтан кеш құрым, түн болмай, осылай кешкісін келсеңіздер мықты. Кеш түсе бастады, көзді ашып жұмғанша жолда донер сатып алдым да осы троллейбустарға қарай бет алдым. Естеріңізде ме, метрода сатып алған единый деген карта. Сонымен тек метро ғана емес, барлық автобус, троллейбус, трамвайлардың барлығымен жүруге болады. Және тегін, безлимит деген рахат қо. Менің безлимитный
карточкамды троллейбуспенде жүрүүгө болот депти. Эски троллейбус эмес, новый современный троллейбус келатыр. Қазір соған мініп тексеріп қараймыз. Безлимит болса осы. До остановки Сокольническая застава. Приятной поездки. Следующая остановка Аргуновская улица. Білмеймін қайда бара жатырғанын, әйтеуір отырып алдым. Троллейбусқа мініп көру керекпіз ғой енді. Хостелге жақын жерде Голубой парк деген жерге соқтым. Жолда болған соң көріп кетейінші деген болатынмын. Осы парктың ішінде ескерткіштерді қатырып жасап қойған екен. Метро таңғы 5-тен бастап түнгі 1-ге дейін жасайды екен. Кештелетіп хостеліме келдім. Жуынып шайынып алып шай ішпекші болдым. Менің чилилік көршім бірге за компания келді. Бұл Мигель, чилилік жаңа досым. Саяхаттап жүр екен. Әңгімені жібердік. Телефоннан бастап, семья, елдер, бәрін айттық. Хостелдің жақсысы осы негізі. Жаңа таныстар табасың. Ертең баратын жер көп, сондықтан ұйықтау керек деп ұйқыға кеттім. Карасумка, канала, теркелинсте. Таңертең оянып, жуынып шайынып, таңғы ас ішіп отырсам, осы хостелдің администраторларының бірі маған пирожный беріп тұр. Рахмет деп шайымды ішіп алып, саяхатымды жалғастырдым. Ең бірінші Москва Ситиге барам деп бет бұрдым. Таңмен метрода тексеріс көп болады екен. Жаңа байқағаным метроның ішінде полицейлер өзбек, қырғыз, тәжік ұлтының өкілдерін тоқтатып, документтерін тексеріп жатыр. Маған пока жақындаған жоқ. Сондай тексерістер болып тұрады екен. Сондықтан паспортты өзіңізбен бірге ұстап жүріңіздер. Достар, мен қазір Москва Сити деген районға келдім. Бұл жерде осындай керемет үлкен новыйдан салынған зданиялар бар. Егер сіз Москваға келсеңіз, осы районға келіп Москва Ситиға міндетті түрде соғып кетіңіздер. Бұл жақта өте әдемі. Бұндай үлкен ғимаратты көрмеген маған қызық болды. Шағын Дубайда жүргендей болдым. Мықты негізі, әдемі салып тастаған. Маған ұнады. Мүмкін маған ұнаған себебі мен мұндай биік үлкен ғимараттарды көрмегенден шығар. Осы жерде қазақ бауырларды көріп қалдым. Владивостоктан машина алып келуге бара жатыр екен. Ассаламу алейкум. Во Владивосток едем. Қалай Россияда? Нормально. Москвада? Тишина? Нормально? Мен келдім Омскқа, Омсктан мына келдім. Енді қай жаққа барасыздар? Владивостокқа. О жақтан не істейсіздер? Машина. Перекуп? Да, сату. Сату? Регистрация? Альфард и Сима. Утиль сбор барлығын төлеп, можно қазақ қылуға дейсің, да? Все, сәттілік жеттер. Давайте, қазақ бауырларым көргенім қуаныштымын. Давайте, сәттілік. Қазір Лужники деген Москвадағы ең үлкен стадиондардың біріне келе жатырмын. Қазір көрейік, ішіне кіргізе ме екен, кіргізбей ме екен. Көреміз. Мен кірдім, кіргізеткен, ешқандай ақша да алған жоқ. Қазір ары қарай стадионның өзіне кіріп көреміз. Ресейдің ең танымал стадионы десе, бәрі бірден Лужники дейді. Москвада ең үлкені осы. Осы стадионды көру арманым еді. Талай Лига чемпионов матчтары, чемпионат Европы, чемпионат мира матчтары болған кезде жағдайым болмай келе алмап едім. Сол кезде айтқан болатын, сыртынан болса да көріп кетем деп. Менің арманым осының ішіне кіріп бір матч қарау еді, бірақ өкінішке орай жақын арада
матч жоқ екен. Бұйырса келесі жолы келіп, арнайылап матч қарайтын боламын. Футбол мен саясат бөлек болу керек. Ортасында футболға кедергісі тиіп жатыр. Осы Лужники стадионына келу көбінің арманы болды ғой кезінде. Лига чемпионовтың финалы болған кезде, Европа чемпионаты, әлем чемпионаты болған кездерде мен де келгім келіп, бірақ ыңғай шықпады. Ал бірақ қазір келдім, көрдім. Пустой стадион. Қазір оның барлығы да жоқ. Ешқандай международный ойындар жоқ. Лига чемпионов, Лига Европы ешқайсысы да жоқ, өкінішке орай. Және чемпионат мира, чемпионат Европы деген ойындарда тоже ешқайсысы да жоқ. Алдағы уақытта бұйырса барлығы реттеліп, бүкіл Евро ойындар, Лига Европа болсын, чемпионат Европа болсын, қайсысы болса да осы стадиондарда өтсе екен деп тілеймін. Себебі футбол, саясаттың кесірінен футбол тоқтап қалмау керек. Осы Москва Сити мен Лужникиді жоғарыдан қарау үшін Воробьев горы деген жерге келдім. Вид мықты енді. Воробьев горыдағы смотровая деп аталатын жер. Осы жерге келіп, Москваны жоғарыдан қарасаңыз болады. Өте әдемі. Маған қатты ұнады. Әсіресе кешкісін келсеңіздер, бұл жер өте тамаша болып тұрады деп ойлаймын. Сіздерге видео ұнап жатырса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақ контенті көбейе берсін. Мен сіздер үшін осындай видеоларды тоқтамай түсірем деп уәде етем. Бұйырса, осы каналды дамытайық, бірге дамытайық. Лайк, комментарий және достарыңызбен бөлісіп жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Түске таман орталыққа келдім. Таңертең салқын болған ауа райы тамаша болып кетті. Москваның погодасы деген қатты өзгереді екен. Кеше жаңбыр болып тұр, кішкене салқындау болып тұр, а бүгін күн жанып тұр. Уже қалың болып киім шыққан сияқты болып тұр. Терлеп жүрмін. Погодасы деген қызық екен. Мен жатқан хостелдің қасында мешіт бар екен. Москва ортасында мешіт көрем деп ойламап едім. Москваның қақ ортасында осындай мешіт бар. Татар мешіті деп аталады. Егер Москвада жүріп мешіт керек болса, орталықта мешіт бар. Мықты, шағын, дәретханасымен, халал магазинмен, барлығы халал, осынан алса болады. Және мешітке кіріп намаз оқуға болады, жұма намазына кіруге болады. Мешіттен шығып Москваның көше тамағын жеп көргім келді. Етпен алуға кішкене қорқып, с картошкой алдым. Бағасы 100 рубль, 550 теңге. 2 пирожки картошкамен. Москваның көше тамағы. Темірлан Мұқашев айтқандай, тамақ жеп отырғандарыңыз болса, ас болсын. Темірланға реклама жасап қояғыздар. Кешке поезд Питерге. Әлі көп уақытым бар. Москваның ешкім білмейтін, туристер бармайтын көшелеріне барып көрейін деген оймен бір қиылыстарына кіріп кеттім. Маған қалаларда осындай жерлер қатты ұнайды. Шап-шағын, жан-жағында үйлер, күшті үйлер. Ортасымен жүріп келе жатасың. Күшті осындай жерлер бар. Осы жақта тұрып отырған адамдарды көресің. Местный адамдарды көресің. Біз сияқты туристерді емес. Ең орталық көшелермен емес. Осындай шағын көшелермен жүрген кезде көп ешкім көрмейтін нәрселерді көресің. Сол үшін достар, саяхат жасау керек. Мысал үшін осындай кісілерді көруге болады. Просто сурет салып жатыр. Для дома? Нет, на всю практику в плане художник, профессор. Круто. Интересно. Жаңа, например, шулап жатыр. Садик екен қарасам. Просто Москвада тұратын адамдардың балалары баратын садик. Кәдімгі бізде Қазақстандағыдай.
Жана, например, сурет салып жатыр. Бір ағай мен бір апай. Еще жолда көрдім, түсіруге ыңғайсыздандым. Церковь сияқты бірінің ішіне кіріп алған. Бір апай жылап тұр, жылап жатыр, шоқынып жатыр, бірдеңелер істеп жатыр. Сондай-сондайды көру үшін тек орталық Москвамен емес, осындай бір ешкім білмейтін түптеріне кіріп қарап жіберсеңіздер болады. Маған, например, қызық сол жағынан. Сіздерге егер қызық болса, менің кеңесім бір кез орталықтардың барлығынан жүре бермей, бір кез осылай шет жағында немесе ортасындағы бір түкпірде қарап жіберуге болады. Маған осылай емін-еркін қыдырған ұнайды. Барғым келген жерге барып, тоқтағым келген жерге тоқтап, ешкімге тәуелді болмай. Саяхаттың ең кайфы осы деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Осындай әдемі жерге қарап отырып ойлаймын да, мысал үшін Москваға келу үшін миллиондап ақша керек емес. Даже 500 мың да ақша керек емес. 100 мың, 200 мың аз ақшамен келіп қарап кетуге болады. Тек оның барлығын білу керек, қалай жүру керек, қалай істеу керек, соның барлығын біле білу керек. Мысал үшін метроның картасы да сондай единый деген безлимит екенін мен интернеттен оқып қарап алдым. Сосын тугистен қарап, бір-біріне жақын орналасқан жерлерді тоже қарап алдым. Бір жерге барған кезде бірден 2-3 жақсы жерлерді қарап алсам, например, сол жақсыда қарап біліп таңдап алсаңыздар, уақытыңызды да үнемдейсіз, ақшаңызды да үнемдейсіз. Көп ақша жоймай Москваға келіп қарап кетуге болады. Айтпақшы, өнерді, соның ішінде балет, операны жақсы көретіндерге баратын жер өте көп. Билеттерді қымбат. Қымбат болса да, ерте алып тастайды екен халық. Егер сіз опера және театр, балет жақсы көретін болсаңыз, осы Большой театрға келсеңіз болады. Бұл жерде билеттер 600 рубльден бастап 2000 рубльге дейін, кейбір спектакльдер премьера сияқты болатын болса, 1500 рубльден бастап 15000 рубльге дейін барады екен. Москваның Арбатына бардым. Бұл Арбат жақсы безендірілген екен. Мына төбедегі не деп ойлайсыздар? Бұл төбедегі светтер түнде қосады, түнде қандай болатынын көрсетейін бе сіздерге? Москва жақсы қала ұнады. Өзім ойлаған, барғым келген жерлердің барлығына бардым. Сіздерге осы видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Сөз соңында айтайын дегенім, өзге елде қыдырған жақсы ғой әрине, бірақ өзіміздің Қазақстанға жететіні жоқ қой.